Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз осы студиямызда подкаст өткіземіз. Подкастымыздың тақырыбы болашақ Қарағанды үшін тарих сабақтары. Бірақ енді тақырып осындай болғанымен біз бүгін әңгімемізді қазір елімізде болып жатқан күрделі өзгерістердің бірі болып жатқан осы заң мен тәртіп деген тақырыпта әңгіме құрамыз. Бұл жоба Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өткізіліп отыр. Енді студиямыздың қонақтарын таныстырып өтейін. Тоқатов Руслан Алтайұлы, Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің заң факультетінің аға оқытушысы. Әлиев Шыңғыс Амантайұлы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайенс қызметінің комплайенс офицері. Барлығымызға жалпы бір сұрақ, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар. Мынау енді заң мен тәртіп енді ұстанымы деп айтамыз ғой. Осы ұстанымды президент Тоқаев 2019 жылдан бастап айтып келе жатыр. Одан енді нақтырақ 2024 жылы Қазақстан халқына арнаған жолдауында енді өте нақтылап айтты. Енді ол кісінің айтқанына қарағанда бұл заң мен тәртіп ұстанымы кейбір кезде идеологиясы деп айтып жатады, кейбір кезде идеологема деп айтып жатады. Енді қалай айтсақ та, менің ойымша бұл мынау әділетті Қазақстан құрудың негізгі принциптерінің бірі, негізгі ұстанымдарының бірі. Сондықтан енді осы елімізде болып жатқан реформалар неше түрлі, оның ішінде саяси реформалар, осының бәріне негіз болатын осы елімізде егер біз заң мен тәртіпті сақтайтын болсақ, демек болашақ өзіміздің қазір жасап жатқан реформаны да өзінің нәтижесіне дейін жеткіземіз бе деген ой президенттікі менің ойымша. Енді сіздердің ойларыңыз бойынша заң мен тәртіп осы мынау егер тарихи сабақтылықты айтатын болсақ, тарихи тұрғыдан айтатын болсақ, маңызы неде осы заң? Өйткені біздің қазақ даламызда заңдарда болған, тәртіпте болған, енді білесіздер өзіңіз, билер билеген, бидің айтқан сөзі барлығы үшін заң болатын деген сияқты. Осы тұрғыдан қазіргі осы мынау заң мен тәртіп жаңағы ұстанымын егер былай салыстырып алып қарасақ, қалай екен, қалай болады екен? Жақсы, рахмет. Ассаламалейкум, құрметті көрермен, бүгінгі подкастқа қатысушы қауым. Енді шыны керек қазіргі кезде бізде жалпы жалғыз Қазақстанда емес, дүние жүзінде үлкен өзгерістердің орын алып отқандығына тарих куә. Қазіргі кездегі көптеген құндылықтар осыдан бір 15-20 жыл бұрынғы құндылықтармен салыстырғанда етене ұшан теңіз өзгеріске ұшырап жатқанын көріп отырмыз. Енді біздің мынау қасқалдақтың қанындай әзер жеткен егемендігімізді, тәуелсіздігімізді сақтап, осы еліміздің келешегін дамытуда қазіргі біздің осы өмірде сүріп жатқан билігіміз болсын, әр қазақстандық азаматымыз болсын, әрқайсымыздың мойнымызда жауапкершілік өте үлкен. Оны біз жақсы түсінуіміз керек. Қазір біз дұрыс реформалар қабылдап, дұрыс әрекеттерді жүзеге асыратын болсақ, келешекте ұлдарымыз ұлықтататын дәрежеге, қыздарымыз үлкен бір жетістікке жететін дәрежеде болады. Ал егер қазір біз дұрыс әрекеттер жасамайтын болсақ, ұлдарымыз құл, қыздарымыз күң болатындығы ол ақиқат. Сондықтан қазіргі біздің президентіміздің алға қойып отырған үлкен мақсаттарының бірі, сол 19 жылдан бері келгелі ең бірінші жасаған қадамы халыққа жолдау жасайды. Сол халыққа жолдауы 2019 жылы 2 қыркүйекте өткен кезде ол кісі ең бірінші алға қойған мақсаты бұл халық мұңына құлақ асатын мемлекет құру бағдарламасы болатын. Сол бағдарламаның аясында қазіргі дейін қаншама жолдау өтті. Сол жолдаудың барлығы негізгі бағыт бағдары осы Қазақстан халқының әлеуметтік, экономикалық, құқықтық жағдайына үлкен үлес қосу болып негізделеді. Соның салдарында енді қазіргі кездегі біздің
талқыға алып отырған негізгі мәселеміздің бірі бұл заң мен тәртіп. Яғни заң мен тәртіп мәселесін алып қарасақ, адам болғалы заң мен тәртіп үлкен белестерден асулардан асуға негізі болып отырған кілт болып табылады. Мысалы кезіндегі Аристотельдің еңбектерін алып қарайтын болсаңыз, жаңағы ол кісінің пайымдауы бойынша заң мен тәртіп орын алған қоғамда болашақ зор дейді. Мысалы кезіндегі мысал үшін қаншама ғалымдардың жұмыстарын саралап отыратын болсаңыз, қай-қайсысы болмасын осы заң мен тәртіп аясында үлкен өздерінің еңбектерін салу барысында негізгі түпкілікті қадам ретінде, мысалы үшін тіпті монархиялық мемлекеттердің өзінде монархтардың құқықтары халықтың алдында басым болмау үшін заң мен тәртіпті алға қою арқылы оларды шектеуге келтіреді. Ежелгі римдіктерді алып қарайтын болсаңыз, олардың басты кредосы Dora lex et lex fiat mundus spirat justitia intima vindicta locatio conductio дейді. Яғни заң қатал, бірақ ол заң әлем құрса да әділеттілік жасасын дейді. Бұның негізінде жалпы біз тіпті оларды емес өзіміздің тарихыма зейін салатын болсақ, қазақтың тарихы да заңға ұшан теңіз толы. Мысалы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысын алып қарайтын болсақ, заңның тұнып тұрған негізін көреміз. Кез келген қоғамдық қарым-қатынастарды заңмен реттеу арқылы әрбір адамның құқығын таптатпау, адамның ала жібін аттатпау мәселесін басшылық қалдырады. Яғни осының негізінде біз ең алдыменен бір затты түсінуіміз керек. Мысалы үшін біздің Қазақстанның болашағына үлкен дамуына түрткі болатын негізгі жағдай бұл бірнеше фактордың бірі. Бұл мысалы үшін осы Қазақстанда жиналған қазақ халқының негізгі менталитеті. Шыны керек, біздің тарихты алып қарайтын болсақ, көптеген қилы жағдайдан өттік. Мысалы кезіндегі 17 жылдарды алып қараңыз. Кеңес үкіметінің революциясы келді. Бізде мысалы үшін революцияға дейін қазақ даласында шариғат заңы орын алған болатын. Жаңағы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолының барлығы шариғатқа негізделген. Кейін кеңес үкіметі келеді дағы оның орнына романо-германдық құқық жүйесін енгізеді. Сөйтіп біз осыменен қайнап пісіп келе жатамыз. Содан ең алғашқы рет біздің романо-германдық құқық жүйесінің ішіне ең алғашқы рет жаңағы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын жаңағы тұжырымдамасын енгізу арқылы ең алғаш англосаксондық бір норманы енгізді. Бұл бізде әкімшілік АППК дейді, жаңағы әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексті енгізген болатын. Неге оны енгізді? Өйткені әлемді алып қараған кезде, мысалы үшін осы англосаксондық жүйемен дамып келе жатқан мемлекеттердің экономикасы осы несосын қатты алдыға кетіп қалғанын көрдік. Неге? Өйткені оларға да ағылшын құқығы керек болды. Енді оларды кіргізбейді дейтін болсақ, бізде мысалы үшін қазіргі кезде біз әлемдік интеграциядан қалып қойын деп тұрмыз. Әлемдік жаһандануға кіру үшін біз 8 қырлы бір сырлы болуымыз керекпіз. Қай жағынан алып қарамасаңыз да. Осы 8 қырлы бір сырлы деген өте бір жақсы. Шынымен де сондай болуымыз керек. Заман талабы сол. Сосын мынау Раке, енді жаңа өте дұрыс жақсы айтып жатсыз. Осы жаңағы біз айтып отқан ұстанымды, заң мен тәртіпті жарайды, енді мемлекеттік органдардың бәрі енді тиісті тапсырмаларды алды, үкіметтен бастап, үкіметтің қаулысы бар бұл туралы. Енді қоғам бұны қабылдай ма? Енді қараңыз, мысалы үшін мынандай мәселе. Мен жаңа ғана айттым, қазақ айтады, 20 жылда ел қаза, 50 жылда ел жаңа дейді. Бірінші мәселе, кез келген жаңалықты әрбір қоғамның деңгейіне қарай жүзеге асыру керекпіз. Мысалы үшін бұл заң мен тәртіпті біз ала салып, бұрынғы кеңес үкіметі болса, қылышынан қанын тамып тұрған заман, онда айтады, сен орындайсың, орындамасаң атыласың. Қазіргі кезде ол жүрмейді. Қазіргі кездегі қағида мүлдем бөлек. Қазір мемлекеттік орган және халықты алып қарайтын болсақ, клиент-ориентированность деген бір зат бар. Яғни бұл халық, мынау бір-біріне клиентский отношение. Яғни жаңағы қарым-қатынас бізде сондай. Бұрынғындай билікпен жаңағы тікелей уәждеуден бұрын ең алдыменен халыққа насихат жүргізу. Өйткені қазақ айтады, насихаттамасаң насихатталасың дейді. Екінші түсінігін ашу, үшінші пайым мен райымын келтіру. Содан кейін барып дұрыс бағыт бағдар беріп жүрсең, халық ақымақ емес қой. Олда да біледі ғой, ақ пен қараны. Біздің халық өте дана халық. Сондықтан бұл жердегі ең бірінші мәселе, ең алдыменен мынау қытайлар айтады ғой, если ученик слаб, убивает учителя дейді.
бірінші мәселе осыны жүргізетін жаңағы бұл мысалы сіздің жаңа айтып отырған идеологиямаңызды негізі бізде ішкі істер органдары ғой бекітіп отырған. Солардың негізіндегі ең бірінші алға қойып отырған мәселе, мысалы үшін бұл саясатты жүзеге асыру үшін оның әртүрлі бағыттары бар. Соның ішіндегі біріншісі біз жаңағы мектеп аясындағы балаларға соны сіңдіре білуіміз. Одан кейін студент және жастар, одан кейін мемлекеттік органдар, одан кейін халық бар, бұқара. Әрқайсысына бұны жеткізудің деңгейі әртүрлі. Азаматтық қоғам бар, мысалы үшін. Әрқайсысына әртүрлі деңгей. Сондықтан бұл жердегі бірінші мәселе соған деген жаңа қарым-қатынастың деңгейін ашып алуымыз керекпіз. Сосын соның негізінде жұмыс істесек. Өте дұрыс, Руслан, келісем. Енді жалғыз президент, әйтпесе жалғыз үкімет бұл нәрсені енгізе алмайды кәдімгі өмірімізге. Әрине қоғамның қатысуы міндетті түрде керек. Өте дұрыс, бірақ қоғаммен жұмыс істеу керек. Оны мемлекеттік органдарда жұмыс істеу керек. Бізде жұмыс істеуіміз керек. Сол әр осы жаңағы бізде мынандай атау бар, қоғам белсенділері деген. Сол қоғам белсенділері әркім өз орнында жұмыс істеп, енді жаңағы түсініктеме, насихаттау жұмысын өте дұрыс, келісем, сондай жұмысты атқару керек. Енді Шыңғыс осы мынау заң мен тәртіп ұстанымымен мынау елімізде оны ашық айтып жүрміз ғой қазір, енді көзіміз ашылды, біраз нәрсеге құлағымыз естіп жатыр, жаңағы мұңын еститін мемлекет деп айтып жатырмыз. Осы бізде мынау сыбайлас жемқорлық деген әрине елімізде әлі бар. Оның деңгейі енді өте жоғары демесек те жоғары деп айтуға болады. Өйткені жаңағы статистиканың өзі де айтады ғой, біз 101-ші орында тұрмыз, мысалы Қазақстан. Осы мынау сыбайлас жемқорлықпен күресумен, осы заң мен тәртіп қағидасын, идеологиясын жаңағы орындау екеуі ұштасып жатыр десек, мен қателеспеймін ғой. Қалай ойлайсыз? Әрине, екеуі ұштасып жатыр. Мысалға қараңыз, президентіміз 2024 жылы ұлттық құрылтайда былай айтқан болатын, егер де жаңағындай үш таған бар, ол адал азамат болғаннан кейін ол адал еңбек болғаннан кейін адал табыс. Осы үш тағанды біріктіріп ұстасақ, біз озық әрі әділді мемлекетке айналамыз деді. Яғни осы бізде мысалға адал азаматты біз жаңағы Руслан Алтайевич айтып кеткендей мектептен бастаймыз. Мектепте бізде мынандай не бар, адал ұрпақ деген бар. Яғни осындай жоба жүргізіліп жатыр. Мысалға мынандай мектепте дәріптеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде мынандай сатушысыз дүкен бар. Яғни оқушы барады, қай не ұнайды, соны алады, сатушы жоқ, өзінің ақшасын салып. Яғни осы кішкентай кезден бастап осындай адалдықты дәріптеп отыр. Одан кейін бала мектеп бітіргеннен кейін жаңағы жоғарғы оқу орнына барады. Жоғарғы оқу орнында бізде саналы ұрпақ деген бар. Әрі қарай осы жерде яғни жастар шыңдалады. Одан кейін сыбайлас жемқорлық, яғни бұл жерде қараңыз, бізде 2015 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданды. Бірақ бізде заман өзгеріп отырады, бір орында тұрмайды. Сондықтан да бізде пакет реформалар қабылданған болатын. Сол екінші пакет реформада осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс енгізілді. Ол 2020 жылы қазан айында енгізілді. Комплайнс деген көрермендер үшін жақсы. Комплайнс дегеніміз ол өзі латын тілінен ағылшын тіліне аударғанда ол нені білдіреді? Сәйкестендіру. Яғни бір ұйымда комплайнс қызметі болса, соны сәйкестендіру. Не нәрсеге сәйкестендіру? Заңға, заң талаптарына, нормаларға, стандарттарға сәйкестендіру. Комплайнс көбінесе бізде қазір қоғамда мынандай не бар? Комплайнс бір тексеруші орган, комплайнс бір тексеріп, адамды қадағалап, қанаушы орган. Бірақ олай емес. Комплайнс бұл әрбір мысалы бизнеске көмектесетін орган. Яғни бұл жерде ертең сыбайлас жемқорлық қылмыстары жасалмауы, оны алдын алуы. Өйткені комплайнс қызметімен не жүзеге асырылады? Ішкі ВАКР дейді, енді внутренний анализ коррупционных рисков, ішкі жаңағы
талдау жүргізіледі. Сол талдауда қандай тәуекелдер бар, соны алдын ала алып отырады да, одан кейін жаңа нелерге әкелмейді, осындай бір жемқорлық қылмыстарына, сосын бизнестің атына кір келмеу үшін. Одан кейін білесіздер, қазір квази гос секторлерге, квази мемлекет секторлерге комплайнс қызметін міндетті түрде кіргізді. Енді қараңыз, комплайнс қызметі енді кезінде былай болатын, қандай да бір мемлекеттік секторда адам жұмыс істегенде директор өзінің ойына келген істейтін, мысалға інісін жұмысқа тұрғызады, немесе жаңағы тендер арқылы өзінің таныстарына береді, немесе арасында дейміз ғой, премия дейміз ғой, жәрдемақыны өзінің бір сыйақы, жәрдемақыны өзінің бір нелеріне береді, любимчик дейді, өзінің жақсы көретін адамына. Сонда ұжым дым істей алмайтын. Ұжым бір нәрсе өзін айта алмайды, сосын нені күтіп отырды. Мысалы, бір құқық қорғау органдары келіп, ол адамды қамағанша ондай не болмайды. Қазір комплайнс қызметі жаңағындай енгізілгеннен кейін комплайнс қызметі директорге бағынбайды. Яғни бұл директорлер кеңесіне, немесе не дейміз ғой бізде, учредительдер, қатысушы құрылтайшылар, яғни соған тіке бағынады. Қызметтік тергеу жүргізгенде, мысалы, осындай нелер болды, келеді ғой, өтінішпен келіп түсуі мүмкін, немесе жаңағындай анонимді сауалнама жасайды, соны талдау арқылы бір тәуекелдерді көреді. Соны барады да, мысалы, қызметтік тексеру жүргізеді. Сол қызметтік тексеру жүргізу барысында ол тәуелсіз болып табылады. Ұжымның мүшелерімен де сөйлеседі ғой. Ұжым мүшелерімен бұл жерде не орнатады? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырады. Яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру арқылы адамның санасын өзгертеді. Яғни бұл қылмыс жасау арқылы, білесіздер, бұл қылмыста көптеген қазір санкциялар күшейтіліп жатыр. Егер де адам сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасалған болса, ол соттылық шешілген өзінде де ертең ол тұлға, азамат мемлекеттік мекемеге, квази мемлекеттік секторларға не істей алмайды, жұмысқа кіре алмайды. Егер де ол таныстар арқылы жұмысқа кірем десе, бізде әкімшілік құқық кодексінде не бар? Яғни басшы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстар арқылы сотталған адам жұмысқа алатын болса, өзіне айыппұл төленеді. Көрдіңіз, сондай нелер бар. Сонда комплайнстың негізгі міндеттерінің бірі, мақсаты да осы мынау ұжымда болып жатқан жаңағы жемқорлыққа, сыбайластыққа қарсы шаралар қолданып, өзінің жаңағы, енді менің ойлауымша, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңда бекітілген ба, бұл комплайнс? Бұл әрине заңда нақты бекітілген. Бұл тағы да бізде заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді ол өзгерістер 1 шілдеден бастап күшіне ену керек. Көптеген өзгерістер енгізілді. Ол қылмыстық кодекске де енгізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңына да көп өзгерістер енгізіліп жатыр, және мемлекеттік қызмет туралы заңға да. Енді ол комплайнс офицер деп айтамыз ғой, офицер деп те жазып қойған. Оларда тек қана ұжым емес, енді мен білем, мен қоғамдық жаңағы жұмыста болғаннан кейін кейбір кезде шақырып тұрады, сондай мекемелерге осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы осындай бір практика жүзінде тәжірибеде жаңағы бөлісуге шақырады. Өйткені бизнес, менің тікелей жұмысым бизнесті қолдау болғасын, енді бұрын бизнеске қарсы өте көп енді жемқорлығы да бар, сыбайластығы да көп болды ғой. Қазір кішкене азайды, өйткені заңмен бәрін реттеп қойып жатыр қазір. Енді мысалы, сен лицензияны ешқайда шықпай-ақ үйіңде отырып аласың. Оны біреуге барып, біреуге бірдеңе ұсынып жатпайсың. Басқа да. Ол соның ішінде ең бесі маңызды цифрландыру. Цифрландыру адами факторлардың жоқ болуы. Сосын өтініш деген платформасы. Өтініш, мысалға, адам өзінің шағымын білдіреді, жібереді, одан кейін ол жаңағындай анық көрініп тұрады, оған уникальный номер беріледі, сонымен ол қарап отырады, қандай қызметшіге, қандай бас маманға берілді, соның бәрін қарап отырады. Сосын бұл жерде баяғыда мысалы бір шағым жасалатын болса, ол шағым жоғалып қалуы мүмкін еді. Ол шағым 15 күн емес, бір
2 ай 3 ай қарастырды. Ал өтініш бойынша оның бәрі қазір жойылды. Яғни 15 күн беріледі. 15 күн ішінде сол айталық чиновник жауап бермесе, онда ары қарай алады да жазаланады. Оған жазалы қарастырылған әкімшілік, одан кейін енді тағы да бір мәселе, мысалы жаңағы комплайнс қызмет бойынша бізде өзі 2015 жылы заң қабылдады ғой. Сол заңның 15 тармағының 3 пунктында көрсетіледі комплайнс қызмет негізінен немен айналысатындығы. Бізде жалпы ең бірінші мәселе бізде өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 30 жылдың ішінде 2 заң қабылданды. Бірінші заң 98 жылы қабылданды. Бұл заң бізде репрессивный закон. Ұстады, қамады. Содан кейін біздікілер қарап отырады дағы 2010 жылдар анализ жасаған кезде бізде сотталған адамдардың саны өсіп бара жатыр. Сөйтеді дағы бізде екінші реформа кетеді. Бұл реформа ол гуманизация. Яғни біздің басты мақсатымыз елдің бәрін соттау емес. Ол сотталып келгендердің өздері қайтып келіп түзеліп жатқандары шамалы. Сөйтеді дағы екінші реформа заңдарды өзгертеді. Бірінші қылмыстық кодекс өзгереді. Екінші қылмыстық іс жүргізу кодексі өзгереді. Және 2015 жылы сыбайлас жемқорлық туралы заңды өзгертеміз. Біз бұрынғы репрессивный норманың заңның орнына біз алдықтағы екіншісі превентивный, яғни қылмыстың алдын алатын заңдарды алып келтірдік. Соған байланысты жаңағы комплайнс қызметтерді алып енгіздік. Сонда бұл жердегі ең бірінші жаңағы вакр деп айтып отыр, ең бірінші мәселе сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдіктерін анықтау бірінші орында тұрады. Неге? Мысалы үшін мен біраз анализ жасағанда мынандай бір затты байқадым. Мысалы 2023 жылы Алматы аумағы бойынша біраз сыбайлас жемқорлыққа байланысты талдау жұмыстарын жүзеге асырғанда өзі әрбір жерде мысалы үшін қай жерде қаражат көп бөлінеді, сол жерде сыбайлас жемқорлық көрсеткіштері көбейеді. Мысалы үшін бізде 2025 жылы президенттің тікелей несі бойынша алып зерттегенде бұл жолдар саласында өте көп байқалып отыр. Екінші спорт саласы, үшіншісі фармацевтика саласы. 23-ті алып қарайтын болсақ, мысалы үшін ол жерде Алматы жері бойынша көбінесе жер қатынастары бойынша өте көп көрсеткіштер бар. Сонда бір ғана жағдай, мысалы үшін білім саласының өзін алып қараған кезде ұлттық баяндаманы қарап отырғанда мынандай бір затты байқадым. Талдықорған бойынша 2,5 жыл бойы антикор ұйымы алаттағы қылмыстық іс жүргізеді. Сөйтіп саралап келген кезде түбінде ұсталынады білім бөлімінің басқармасының бастығы, одан кейін бас бухгалтер және 13 мектептің мұғалімі. Бұлар қалай істеген? Бұлар алаттағы, мысалы үшін ең көп қаржыландыратын сала бұл бізде білім саласы. Білім саласына ақшаны салады мемлекет. Бұлар алаттағы ол ақшаны мұғалімдердің жалақысы арқылы шығару механизмдарына көшкен. Яғни алаттағы, мысалы үшін бірінші жолы мұғалімға, мысалы үшін еңбек ақысы қазір жақсы ғой, бір 300-400 мың алатын болса, оларға 600-700 мың төлеп жүреді. Ауылдық жерлерде 500-600 мың. 500-600 мың үстінен алады, 800 мың қосып жібереді. Сосын тұрады да хабарласады. Кешіріңіз, біз сізге 300 мың артық жіберіп қойыппыз. Олар барады да шешіп алады да кеп береді. Екінші жол бір адамға айына 3 рет еңбек ақы төлеп жүреді. Үшінші жол жаңағы мертвые души дейді. Яғни шын мәнінде өлі жандар дейді. Жоқ, де юра. Мысалы үшін бізде 10 адам жұмыс істейді. Құжатты қағазында бар. Де факто 4 адам жұмыс істейді, қалғандары жоқ. Сонда жаңағы саралап келген кезде жаңағы қылмыстық топ 2,5 жылдың ішінде мемлекеттен 280 миллион теңге ақша жеген. Бас бухгалтерді ұстап барып сейфін үйінде ашып жатса, сейфінде 1 миллиард теңге жатыр. Ол тек қана бір аймақ. Енді өзіңіз есептеңіз, бүкіл Қазақстанда не болып отыр. Сондықтан алаттағы сыртқы талдау жұмыстарын жүзеге асыратты, тапсырма береді, мынаны қалай тоқтатамыз деп. Сөйтеді дағы 2023 жылдан бастап бізде не құрады? Бізде алаттағы бухгалтерия құрады, ортақ. Сосын осы бухгалтерияға алаттағы интеграция жасайды. Бүкіл жұмыс беретін мекемелердің барлығы бірінші жаңағы, мысалы үшін білім саласы ма? Білім саласында бүкілінде персональный данныйлары бар, дербес деректері. Әділет министрлігінде дербес деректері бар, медицинада дербес деректері бар, еңбек қарым-қатынастарында дербес деректері бар. Соның бәрін алаттағы бір-бірімен бекітеді. Енді бір адамға Қазақстанның кез келген нүктесінде еңбек ақы түсетін болса, бүкіл жерде цифровой информация түседі. Мына кісіге жалақы түсті деп. Егер дублирование кететін болса, уже қызыл белгі. Мынау жорлап жатыр деген. Цифрландыру дегенде осы ғой. Негізі цифрландыру деген өте жасанды интеллекті еніп жатыр өмірімізге. Оның бәрі дұрыс әрине. Мынау осы заң мен тәртіп ұстанымын жаңа конституциямыздың тіпті преамбуласына жазып қойған. Бұл әділетті Қазақстанның басты принциптерінің бірі
ретінде. Сондықтан енді белгілі нәрсе ғой, біздің өмірімізден бұл ешқайда кетпейді. Өйткені Конституцияда жазылған. Конституцияда жазылған нәрсе ол бәрімізге де міндетті. Ата заң, ол бәріміз сақтауымыз керек оны. Енді жаңа біріншіден мен өте қатты келісемін, өйткені өзімізде сондай жұмыстармен айналысқаннан кейін көп нәрсені өмірімізде осы заң мен тәртіп мысалы ұстанымы қоғамға ену үшін, өмірімізге ену үшін мынау әлі де нормативтік құқықтық базамызды қайтадан қарап алуымыз керек дұрыстап. Халыққа, бизнеске соны ыңғайландырып, енді бір кемшілік жерлері болатын болса, оның бәрін дұрыстау керек. Оған жаңағы сіздер сияқты эксперттер, мен вообще өз ойым бойынша осындай кез келген нәрсеге, әсіресе осы заңнамалар жасың ғылыми база болу керек. Ғылыми фундаменттің, жаңа айтып жатсыз ғой, ананы сараладым, мынаны талдадым деп. Сондай талдаудың арқасында ғылымның негізінде жасалу керек ол. Бізде там президент айтты ма, оны ешкім қарап атқан да жоқ, анау тіпті ғалымдарды шақырып атқан да жоқ. Білеміз ғой шет жағасын. Сондықтан біріншіден мен ойлап отырмын, сол біздің заңнамалық процесті жақсартуымыз керек. Заңдарымыз жақсы болу керек, сапалы болу керек. Оны қайта-қайта өзгерте бермеу керек. Өйткені халық оған үйрену керек қой. Халыққа да уақыт керек. Жаңа сыбайлас жемқорлықтың өзін алып қараған кезде қаншама мысалы үшін зерттеулер жасап көрдік. Сонда бір мәселе, мысалы топ 10 мемлекет бар, коррупциясы ең аз. Бірінші орында Дания, Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария кете береді. Бұл елдерді алып қарайтын болсаңыз, мысалы өлім жазасы жоқ, жаза түрінде. Бұл елдерді алып қарайтын болсақ, жаңа енді скандинав мемлекеттерінің өзін алып айтқан мәселесі бойынша алып қараған кезде, бұлардың бірінші факторы зерттеу барысында, бұлар ең алдымен тәрбиеге қатты көңіл бөледі. Мынау мектеп басынан бастайды. Одан кейін екінші бір үлкен мәселе экономикалық жағдай халықтың үлкен көрсеткіш болып есептеледі. Соның негізінде халықтың түп санасында апгрейд жасайды. Яғни мына сананы өзгертеді. Мынау нөлдік төзімділік деген бар, сыбайлас жемқорлыққа, соны қалыптастырады. Сіз жаңа ғылыми не керек дедіңіз, ғылымдар қатысу керек. Бұл жерде бір не бар. Филипп Зимбардо 1969 жылы сынған терезелер теориясын қарастырады ғой. Естіген боларсыз. Ол бірінші екі машинаны алады, біреу Нью-Йоркқа қояды, бір сондай бір шағын ауданға қояды, шамалы қылмыстық несі деңгейі жоғары. Екіншісін Калифорния қояды. Сондай бір байлар тұратын сондай ауданға қояды, сонда қарастырады. Сонда қарағанда Нью-Йорктағы машина бір 10 минутта тасталқан шығарылады. Сосын Калифорниядағы машинаны қарайды. Бір апта өтеді, машинаға ешкім тиіспеген. Сосын Филипп Зимбардо барады, өзі барады, терезені сындырады. Терезені сындырғаннан кейін, соны ары қарай қарап отырады. Бір 20 минуттан кейін ол машинада не істейді? Талқаны шыға бастайды. Яғни адам ұрлайды, тонайды. Сонда ол шығарған түйіні, яғни бізде сынған терезені уақытылы орнына келтірмесек, онда қоғамда андай не ой туындайды, бәрі істеп жатыр ғой, онда мен неге істемеймін? Яғни осындай бір жазасыздық не пайда болады да, бәрі соны істейді. Сосын бұл ғылыми зерттеу ғой, одан кейін бұл практикалық неде жүзеге асырады. Бұл криминологтар да зерттейді бұны. Одан кейін 90 жылы Уильям Брейтон деген Нью-Йорктың комиссары жүзеге асырады. 90 жылдары ол жерде қылмыс кейін етек жаяды. Сонау метрода қылмыстар көбейе бастайды. Метрода қылмыстар көбейгенде ол немен күреседі? Өліммен, немен адам өлтіру, қарақшылық тонаумен күреспейді, халықты тәрбиелеуге шақырады. Яғни осы не істейді? Турникеттен өтіп кеткен адамдарды тоқтату, одан кейін граффитимен күресу, сосын турникеттен өтіп баратқан адамдар тоқтатқанда әрбір жетінші неде екен? Іздестіруде немесе қалтасында суық қару бар. Сосын ол сол халықты тәрбиелейді, бәрі ақша төлеп өтуі, сосын сол қылмысты бақылайды, қадағалайды. Бір уақытты қараса, қылмыс шынымен де не істеген, төмендеген. Яғни халықтың санасын
өзгертіп жатыр. Яғни үлкен қылмыспен емес, кішкентай қылмысты елемеу, ол болашақта үлкен қылмысқа келеді. Сондықтан кішкентай нәрседен бастау керек. Яғни бұл да жаңағы ғылыми не болған және практикада қолданған соны. Енді бүгінгі әңгіме негізі заң мен тәртіп ұстанымын біз қоғамымызға енгізу үшін әрине ең бірінші өз санамызды өзгертуіміз керек. Заң мен тәртіпті сақтау еліміздің болашақ дамуының ең бірінші мәселесі деп айтсақ қателеспейміз. Сондықтан заң мен тәртіпті сақтайық ағайын.